Так, звук проверь, и все. Бір. Раз, отрясыңдар қайсың? Кирилсы. Менің әкем өте еңбекқор, табанды және өз ісін бастаса, соңына дейін қайтамастан бітіретін кісі. Менің әкем өте қарапайым және әзілқой адам. Менің әкем қамқор. Мейірімді, ашуланшақ, заботливый. Оқыпты, қамқоршыл, көңілқой. Менің әкем әділдікті жақсы көреді, бірақ көбінесе ашуланып кетеді. Оқыпты, ашуланшақ, Әділ, ақкөңіл. Менің әкем ол ақылды, білікті адам және сабырлы. Мой папа очень добрый, но в меру строгий. Он очень трудолюбивый и ответственный, доводит дело до конца. И это мне в нем нравится. Мой отец очень честный и трудолюбивый человек. Если он займется одним делом, он, конечно же, его закончит. Также он очень добрый. Я считаю, что таким отцом нужно быть всем. Менің әкем ол керемет адам. Кішкентай кезінен бастап, ол маған үлкен уақыт бөліп жүрді. Маған сосын сіңіліме барлығына дайын болды. Сол үшін алғысым шексіз оған. Менің әкем өте керемет жан, ол біз үшін көптеген нәрселер жасап, бізді қорғап, ол бізді қорғап жүреді, ол біздің отбасымыздың қорғаны болып есептеледі. Мен үшін өз әкем маған үлкен орын алады жүрегімде. Әкем кішкентай кезінен бастап мені Азикон деп еркелететін еді. Құттай кезінде Алякон деп еркеледі. Ақбалам. Әкем жұмыста көп болғандықтан мен көп еркелете бермейді. Әкем еркелетпейді. Мен көп еркелетпейді. В детстве мой отец называл меня папин мозг. Конечно, со временем мне стало стыдно, поэтому я его попросил называть меня полным именем. В детстве, ну и сейчас папа ласково называет меня Анелек или қызым, доченька. Мен кішкентай болғанда күнде золотой деп жүретін еді маған айтып. Алтыным, қызым, ботам деп еркелетеді. Әрқашанда еңбекқор болу керек және сабақ оқып, сол саған болашақта керек деп кеңес беріп тұрады. Сабағын жақсы оқы, тәртіпті бол. Сабақ оқы. Сабағында жақсы оқы. Оқы. Сабағын жақсы оқы, салмақты бол. Оқы және оқы дейді. Оқысан, болашағың ашық болады дейді. Он говорит, хорошо учись, старайся. Если не получается, то делай то, как можешь. Ну и пораньше возвращайся домой. Жолда өткенде машинаға қарап, шот. Әйел адамдарға тиіспе, сабырлы бол. Во время соревнований он часто мне говорит: не волнуйся, это всего лишь один раз, дальше все пройдет. Мне это добавляет немного уверенности в соревнованиях. Еңбекқорлық. Әділділік. Оның әділдігі. Оқыптылығы. Оқыптылығы. Мен әкем өте таза және әзілқой адам. Сол қасиеттері мені қызықтырады. Скорее всего, его ответственность и трудолюбие. Как я уже раньше говорил, он очень трудолюбивый человек. Мне бы хотелось быть таким же, как и мой отец. Сыпайылық, сабырлық, біліктілік, білімділік. Өз туысқандарына бәріне дайын және ол өте еңбекқор адам. Алға қойған мақсатын ешқашанда бізден папа ешқашан тастамайды, оны до конца барады бізде әкеміз дейтін. Сол қасиеті маған өте көп ұнайды.